Сіздермен бүгін жеңіл және де тез дайын болатын сметаник пирогының рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 250 грамм ұн, 10 грамм қопсытқыш, 1 жұмыртқа, 70 грамм қант, 200 грамм 82,5% бізге сары май қажет. Және салмасына 400 грамм қаймақ, 3 жұмыртқа, 5 ас қасық қант керек болады. Ыдысымызға ұнымызды саламыз, оның үстіне сары майымызды салып араластырамыз. Біздің майымыз үйдің температурасында болуы қажет. Міне барлығын осылай араластырып аламыз. Үстіне қантымызды, 1 жұмыртқамызды және 10 грамм разрыхлителімізді саламыз да қамыр илеміз. Қамырымыз жұмсақ болып иленеді. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін біз жұмыртқамызды, оның үстіне қантымызды және қаймағымызды салып, осы 3 ингредиентімізді жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің пирогымыздың салмасы дайын болды. Біздің тоңазытқыштан шыққан қамырымыз. Мен осылай астына пергамент төсеп алдым. Біздің қамырымыз жабыспау үшін, тез алыну үшін. Енді үстіне біз қамырымызды осылай жайып шығамыз. Тура видеода көрсетілгендей етіп жайып алсаңыздар болады. Қамырымызды осы видеода көрсетілгендей етіп, шетіне барлығын тегістеп жайып аламыз. Енді үстіне қаймақтан жасалған біздің салмамызды құямыз. Біздің пирогымыз 170 градуста 30-40 минутта дайын болады. Міне осындай әдемі болып шығады. Мен қазір бұл сметанигімізді суығанша салқындау жерге қоя тұрамын. Судан кейін барып, ыдысынан шығару қажет. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.